Сәлем Заңғар. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум, қалайсың? Құдай деп. Құрметті достар, бүгін бізде ерекше қонақ, есімі Заңғар. Неше жыл бойы әскери қызметте жұмыс істедің? 17 жыл. 17 жыл. Қай жылғысың сонда? 1987 жылы. 87 жылғы. 17 жыл бойы қарулы күштер қатарында қызмет атқарған болатын, е? Ал қазіргі таңда ерекше бір өнерімен барбершопта жұмыс істеп жүр. Сонау Европадан бастау алған барбершоп өнерін Семей қаласында дамытып жүрген бұл Заңғар әскерден кейінгі өмір қандай? Ендеше бірге білейік. Әскери мамандықты алу үшін оқуға түстім 2003 жылы. 2003-2006 жылдары 2006 жылы бітіріп, қарулы күштер қатарында 2019 жылдың қыркүйек айына дейін қызмет еттім. 2019-дың қараша айынан бастап осы барберинг саласына келіп қызығушылығыммен жұмыс жасап жатырмын. Неге былай айтқанда, бұл менің ақша табу салам емес, негізгі жай хоббиім деп айтуға болады. Сол қазіргі таңда кәсіпқой жағдайда шаршалам. Ең үлкен маған келетін қонағым 81 жаста. Ең кішкентай қонағым 3 жастан басталады. Негізі армияда өте көп қызықты нәрселер болды. Онда мен кішкентай лауазымнан бөлім командирінің орынбасарына дейін жеттім. Даладағы оқу жаттығулар көп болды. Кетуге не себеп? Отбасының қасында көп уақыт өткізу керек болды. Барбер саласына мен қалай келгенімді айтып берейін. Әскерден кеткеннен кейін бір жарым ай демалған шығармын. 17 жылдан кейін бір ай үйде жаттым. Ақша табу көзі болды. Бір күн жолдасым келеді, барбершопқа барайық дейді. Сұрақ қоямын, ол не нәрсе деп. Барбершопта шаш алдырады, услуга сатады деді. Барбершопқа келіп, осылай мені алып отырған мастермен сөйлесіп отырдым. Ерназар деген. Қазақстандағы топ мастерлердің бірі деп айтуға да болады, шеберлердің бірі барберингтің. Сол жігітпен сөйлесіп отырып, ертеңінде уже оқырман ретінде, үйренуші ретінде Ерназар деген жігіттің қасында осы Royal Barbershopта одан ары хоббиге айналды ғой. Әскерге бару қазіргі жастарға мен міндет деп ойлаймын. Неге десеңіздер, олар үлкен мектеп. Қазіргі негізі өзім жастармен жұмыс істеймін ғой. Жастар қашады армиядан, бір жыл мен не істеймін, бір жыл уақытым өтеді деп. Ол бір жылдың ішінде ол үлкен мектеп. Сол үлкен мектепте мен өзім 17 жыл тәрбие бердім. Жастарға баруларына тілектеспін. Отанды қорғау күнімен барлық отан қорғаушыларды құттықтаймын. Семьяларыңызға мол бақыт, зор денсаулық және төзімділік. Тек қана алға Қазақстан. Достар, көбінде сауал туындауы мүмкін, барбершоп деген не деген сұрақ туындаса айтайын. Барбершоптың кәдімгі шаштаразының айырмашылығы осы, өте керемет, өзіңді әлде қайда комфорт сезінесің.